Бүгін 31 қазан христиандардың айтулы мерекесі Хэллоуин. Мінекей біздің Тараз қаласында бұл мерекеге дайындалғаны көрініп тұр. Үлкен сауда орындарында қорқынышты жапсырмалар жапсырылып, түрлі стилде безендіріліпті. Мұндағы тұрғындардан олардың дайындығына қанша уақыт кеткенін біле кеттік. В целом мы потратили не меньше 5000, учитывая и тени, и подводки, разные кисти, также тон сам, собирали образ отдельно несколько дней, также друг другу делали грим. Отлично, нам все нравится. Это второй год, как мы вместе празднуем Хэллоуин. Гримді кім жасады? Өзім. Өзім жасадыңыз ба? Қанша уақыт кетті бұл гримді іздеуге? 1 сағат. Вампир. Сіздің ойыңызша бұл ең қорқынышты грим болды, Ең қорқынышты емес. Ол бір сериалдан «Дневники вампира» деген. Соқтан бір қыздан алғанмын, решила повторить. Керемет. Қанша жыл болды ойлап жатқаныңызға? 2-ші. Міне мерекені тойлайтын халықтың қарасы көп, басым бөлігі жастар екен. Олардың барлығы өздерінің үстерінде киімдерін, онымен қоса ойыншықтарын осындай дүкендерден сатып алады. Онымен қоса мұнда түрлі бетперделер бар. Мына бетперделер қанша әпке? 1500 теңгеден мінекей қараңыздар. Өте қорқынышты. Мына мультфильм кейіпкерлерінің бетпердесі ғой, Өте тамаша. Жапондық мультфильм кейіпкерлерінің бет бейнесі. Ал бұл, мынаны қараңыздар, қандай қорқынышты, Қанақ тұрғандай үстіне. Мінекей, мына тіпті жанатынмен бар екен. Бұл жанатындар қанша әпке? 3000 теңгеден мынаны тағып алып, киіп алып, жарығын жағып қойса, түсінде қорқынышты болатын сөзсіз.